Қыздар, қартаны жудым, айналдырып, ар жағын, бер жағын бәрін тазалап жудым. Енді осы қарта мысалы былжырақ болады ғой осындай. Және кішкене иісін алу үшін біз, как обычно, осындай лимонный сок суды қолданамыз. Мына жерде мысалы 150 граммдай, осыны бір 100 грамм қосып жібереміз. Бәрі кетіп қапты, почти 100 грамм. Кете берсін. 150 грамм бұл жерде. Прям мынанша килограммға мынанша грамм болсын деген не емес. Осы лимонный суға жуасыздар, кішкене иісін алады обязательно. Және андай уже жиырылып жатыр бүйтіп, уже тайғанақ болып жатқан жоқ. Осы лимонный суда бір 10-15 минутқа қалдырып қойыңыздар және де. Сосын тағы да бір шайып, ары қарай қолдана береміз. Мінекей қыздар, 15 минуттай тұрды лимон суда. Уже көрдіңіздер ме, қолдан бүйтіп ағып кетпейді. Мынандай қазір ненің астында жуамыз. Сары нелер өздері бөлініп, осылай сіздерге көрініп тұр ма? Мінекей тағы бір қабыршағы алынады, мына біреу көрініп тұр ғой. Жуғанда кетпейтін осындай қабыршықтар алынады. Көрініп тұр ма екен сіздерге? Міне. Осындай қабыршықтар үстінен алынады, білінер білінбес. Сары болып тұрған. Сол кезде қарталарыңыз иісі аз болады, және жақсы, таза, дұрыс тазаланатын. Қолымнан көрдіңіздер ме, сырғып кетпейді. Көрдіңіздер ме, қолымнан лыпылдап сырғып кетпейді, өзі бір ұстап тұрады. Осы лимон судың осы пайдасы. Біріншіден жиырады, екіншіден таза қылады, үшіншіден иісін кетіреді. Мен бүйтіп араларын қарасаңыз, осындай сары-сарылар жиналып қалады. Міне. Осының бәрі осы лимонның арқасында тазаланады. Көрдіңіздер ме? Бұл жаңағы жай сумен жуған кезде былжырап тұрғандықтан осылар қап кетеді. Сондықтан қартада көбінесе резкий иіс болады. Кәдімгі суға жуса, ол кетпейді. Былжырап бүйтіп қолдан бүйтіп тайып та кетпейді. Сіздерге көрініп тұрған шығар, қартаны білесіздер ғой, былжырап тұрады да қолға ұстамайды. Міндетті түрде осы лимон сумен шайыңыздар, арасындағы бәрі міне шығып тұр. Ағартады да кішкене, сондықтан прям арасындағысын бәрі. Осының бәрін қазір ағын суда жақсылап жуып аламыз. Жуып тазалақ қойдым, таза болды. Май деген прям сары алтын сап-сары болып тұр екен. Қараңыздар. Міне. Қолдан сразу бүйтіп тайып кетпейді. Бүйтіп түскенде де бүйтіп түсіп кетпейді. Ой, сырғып түсіп кетпейді. Уже көрініп тұр. Тайғанақ емес екен. Қараңыздар, барлық жері тазаланды, жуылды, сары жерлері жоқ, қолдан тайғанамайды, иісі де жоқ резкий. Міндетті түрде жылқының міндетті түрде жылқының қарнын, қартасын осылай тазалаңыздар. Болды, мінекей қарнымыз дайын. Бұл қарнынан біз рулет жасаймыз, оның барлығы YouTube каналыма салынады. Қартаны осы күйінде, жіңішке жағы кәдімгі қарта ретінде қалдырамын. Мына жағына кішкене тоже рулет жасаймын. Қарнынан да, қарынның жіңішке жағынан да бір ерекше не, мына жағын байлап, YouTube каналымнан көресіздер оның барлығын. Мынадан да бір іске асырым, кәдімгі ет асқан кезде осылай сала салмай, ерекше рулеттер дайындалатын болады. Сондықтан парақшама жазылып қойыңыздар, және колокольчикті басып қойыңыздар. Соңғы уақытысында осы рецепттерді оңай таба аласыздар. Қарынды жақыннан көрсеткім келді, сіздерге қараңыздар шын. Мінекей көрініп тұр, бірде-бір арасында еш нәрсе қалмаған, тап-таза болып тазаланған. Және бүйтіп ұстағанда да бүйтіп білініп тұр. Сырғалап кетпейді қолдан.
мына бүйтіп жатқанда да андай лимонмен жумаса, мына бүйтіп түссе де бүйтіп бұлқылдап бүйтіп ағып бүйтіп жан жаққа бүйтіп жүріп кетеді. Олай емес, қараңыздар.